Нефрон – біздің бүйректеріміздің негізгі құрылымдық және қызметтік бірлігі. Әр бүйректе шамамен 1 миллион нефрон болады. Қан бүйрекке түскен кезде ол осы нефрондарда сүзіледі. Бұл бүйрек туралы айтылып келген барлық қызметтерді шын мәнінде бүйректің ішіндегі нефрондар жасайтындығын білдіреді. Алдымен нефронның құрылысын түсініп алайық. Нефрон құрылысы Боуман капсуласынан басталады. Боуман капсуласы нефрондағы тостағанша тәрізді құрылым. Оның қабырғасы қуысты, қаннан қалдық заттарды ұстап қалатын елек сияқты жұмыс істейді. Боуман капсуласының ішінде гломерула деп аталатын капиллярлар торы орналасқан. Қанды гломерулаға алып келетін тамырды афферентті немесе әкелуші артериола, ал қанды алып шығатын тамырды эфферентті немесе әкетуші артериола деп атайды. Боуман капсуласынан төмен қарай нефронның түтікшелер жүйесі басталады. Ол бүйрек түтікшесі деп аталады. Бүйрек түтікшесі 4 бөлімге бөлінеді. Бірінші бөлігі Боуман капсуласынан басталып, бүйректің қыртысты қабатына дейін созылады. Ол проксимальды иірім түтікшесі. Бүйректің қыртысты қабаты, бүйректің сыртқы бөлігі. Ал ішкі, терең орналасқан бөлігі милық қабат деп аталады. Проксимальды иірім түтікшесінен кейін бүйрек түтікшесінің екінші бөлігі басталады. Бұл у тәрізді түтік бүйректің милық қабатында орналасады. Атауы генле ілмегі. Түтіктің төмен түсетін бөлігі төменгі ағыс, жоғары көтерілетін бөлігі жоғарғы ағыс деп аталады. Одан кейін бүйрек түтікшесінің үшінші бөлігі басталады. Бұл қайтадан қыртысты қабатта орналасқан дистальды иірім түтікшесі. Соңғы төртінші бөлігі жинағыш түтікшесі болып табылады. Ол бүйректің қыртысты қабатында басталып, милық қабат арқылы өтіп, тостағаншаға құяды. Қызығы, жинағыш түтікше бірнеше нефрондарға ортақ. Нефронның құрылымымен таныс болсақ, келесі нефронның қызметін қарастырайық. Біз білетіндей, нефронның қызметі қанды сүзу және қалдық заттарды зәрге айналдыру. Нефрондар мұны қалай орындайтынын көрейік. Қан афферентті артериола арқылы гломерулаға кіргенде, гломеруладағы қан қысымы өте жоғары болады. Бұл эффект эфферентті артериоланың жіңішкелігінен туындайды. Қан кірген жылдамдықпен сыртқа шыға алмай, қысым өседі. Қысымның жоғары болуы қалдық заттардың және кейбір қажетті заттардың капиллярлардан Боуман капсуласына өтуіне көмектеседі. Бұл процесс ультрафильтрация деп аталады. Нефронда жиналатын сұйықтық фильтрат деп аталады. Фильтрат қалдықтармен бірге су, глюкоза, тұздар, иондар, амин қышқылдары сияқты пайдалы заттарды да қамтиды. Үлкен молекулалар мен қан жасушалары фильтратқа өтпейді. Тек ұсақ молекулалар ғана Боуман капсуласына өте алады. Фильтрат нефрон бойымен ары қарай қозғалған сайын қажетті заттар қайтадан қанға сіңіріледі. Мысалы, глюкоза, амин қышқылдары, су, тұздар бәрі проксимальды иірім түтікшесінде қайта сіңіріледі. Яғни, фильтраттың шамамен 65% осы жерде қайта қанға сіңіріледі. Одан кейін судың бір бөлігі генле ілмегінің төменгі ағысында қайта сіңіріледі, ал тұздар оның жоғарғы ағысында сіңіріледі. Содан кейін натрий және аз мөлшерде су дисталды иірім түтікшесінде қайта сіңіріледі. Фильтрат жинағыш түтікшеге өткен сайын біртіндеп қоюланады. Егер азада су жетіспесе, гипофиз безі антидиуретикалық гормонын бөліп шығарады. Бұл гормон жинағыш түтікше жасушаларына аквапарин деп аталатын каналдарды түзуге сигнал береді. Нәтижесінде су қанға қайта көп мөлшерде сіңеді. Ал егер ағзада су жеткілікті болса, фильтрат жинағыш түтікшеден тостағанша аймағына өтеді. Әрі қарай бүйрек астаушасына түседі. Осы сәттен бастап ол зәр деп аталады. Себебі одан кейін қайта сіңу болмайды. Бүйрек астаушасынан зәр несепағарға өтеді. Одан қуыққа келеді және қажет кезде ағзадан шығарылады.